Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге кондитер Қазығұрт. Бүгін біз сіздермен бірге дәл осындай молочная девочка тортын жасаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сгущенка, ұн және разрыхитель қажет болады. Ыдысымызға жұмыртқамызды, ұн, разрыхителімізді салып, осылай миксермен кішкене қолмен араластырып аласыздар. Кішкене араластырғаннан кейін барып миксерді қосасыздар. Егерде сіздер бірден миксерді қосатын болсаңыздар, ұндарыңыз шашырап айналаның барлығын ластауы мүмкін. Осылай біркелкі масса болғанша араластырасыздар. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ал енді келесі кезекте осындай пергамент қағаздарыңызды аласыздар. Өздеріңізге лайықтап 18 немесе 20 сантиметр диаметрде сызып аласыздар. Осылай мен сияқты. Пергамент қағазына 4 дөңгелек сызып алдым, бірдей етіп. Қамырымызды теңдей етіп 4 бөлікке бөліп шығамыз. Қасықтың көмегімен осылай жасасаңыздар болады, сонда өздеріңізге ыңғайлы болады салуға. Қамырларымызды бөліп салып алдық. Енді осылай қасықтың көмегімен жаңағы дөңгелектен асырмай жағып шығатын боламыз қамырларымызды дөңгелектеп. Бұл аралықта сіздер пештеріңізді 180 градусқа қыздырып, дәл менің алғашқы корждарым пісті. Қараңыздар. Осылай кольцомен мен артық жерлерін кесіп алып тастаймын. Сіздер пышақпен кесіп алып тастасаңыздар болады. Сонда торттарыңыз теп-тегіс болып жиналатын болады. Осындай қылып 10-15 минуттың ішінде пісіріп аласыздар. Мұнда кремі дайын болды. Кремнің дайындалу жолын мен описанияда қалдырып кетемін. Сол жерде дәл осы кремге арналған жеке видео түсірілген менде. Менде насадка 333 насадка видеода көрсетілмей қалған. Кез келген кондитерский магазинде сатылады. Корждарымды жинау үшін ең алдымен подложкамды қойып алдым. Сосын барып корждарымды рет-ретімен қойып, кремдерін жағып шығамын. Видеоны толық ары қарай көрсеңіздер, барлығы түсінікті деп ойлаймын.